Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сізге уәде еткендей, бүгінгі эфирімізде уральская глина. Мен уральская глинаны сухой күйінше жей алмаймын, тек ылғал, как чипсы ретінде ғана жей алмасам, былайнан жоқ жей алмайды екен. Өте ауыр. Сіздің бізде алдың эфирімізде 5 адам жеңімпаз болған еді, и ол 6 адам болды. Оказывается, менде Котилаев дегеннен 2 қатысушымыз бар екен, яғни мен оны байқамағанмын. Ол кісі маған связьға шығады, кері связьға, өзін там көрсетеді, нелерін, профилдарын, нелерін. И мен ол кісіге аударып жіберемін. Келесі жолы мен мына комментарий жаздым деп, келесі бір кісі маған хабарласады. И мен ол кісіге де енді мен жақтан кеткен ошибка болғаннан кейін бұйырған екен деп, мен получается ол кісіге де жібердім. Ол кісі тоже ақшалай түрінде алды. Яғни бізде 6 жеңімпаз болды. Солай. Так, мен уже уральская глинаны суға салып қойдым. Бізде өте сондай үлкен глыбтар болатын. Үлкен такой, сыймай жатыр даже. Ойбай. И қазір енді осыны хруститеміз. Уже менде бөлініп шығып жатыр. Именно маған осы кездегі дәмі ұнайды, өте сливочный вкус. И хрустеть несложно. Су тисе болды, шатырлап өзі бөлініп, әдемі, даже до конца ерімейді. Мен бұны көргем. Осылайынан майда бөлшектерге айналады. Суды өте жақсы өзінен сіңіреді. Уже почти 50% ажырап бітті.
Прям күшті жүреді, трещин бұл. Менде уральский глина алдын заказ бергенде өте көп заказ беріп болғам. И прям бұны сүйіп жейін деп айта алмаймын. Бірақ эфирлерге жеймін. И бұл өте дәмді. Осы чипсит болады ғой. Осы бөлшектерді кептірген кезде прям хрустящий, прям дәмі де бәрі әдем болады. Қанша масады. Менде 100% глотание. Негізі глина мел дейтін қыздарға айтарым. Именно осы уральский глина көп эксперттар глотать етуге негізі рұқсат бермейді. Өте ауыр глиналардың бірі. Шынымен ауыр.
Эфир өзіме қатты ұнады, сіздерге де ұнады деген ойдамын. Құдай қаласа келесі эфирді розовый өзбечканы паста қылып, және онымен бір мелмен қосып жейміз. Новинки мелдармен біреумен жейміз. Ой. Маған астында комментарийларды көп жазады. Жұтпасай, болмайды, денсаулыққа зиян деп. Мен достар түсіріп көрдім, 4-5 эфир түсіріп көрдім, жұтпай. Енді наблюдательдер көп қой бізде, сразу жаңағы біліп қоятындар, что видеомонтаж жүріп жатқан, басқа болып жатқан. И сразу айтады там, өтірік не істемесе, басында осылай бастайсыңдар да кейіннен подписчик жинап алғаннан қайтып шығасыңдар бірдеңке. Солай енді сондай әңгімелер. Не очень там комментарийлар келеді. Кейін ойладым, может, честно болайын, жұта берейін деген сияқты. Бірақ негізі қыздар, шынымен айтам, сағынған кездеріңізде осындай видеоларды ғана көріп тежелгендеріңіз дұрыс, жұтпағандарыңыз абзал. Бір жағынан гемоглобин түсіреді, екінші жағынан тас жиналдады, үшінші жағынан тістеріңізді қорытады бұл, төртінші жағынан денсаулықтарыңыздың басқа жерлеріне де может әсер етуі мүмкін. Шын айтсам, бұл прямо қатты болезнь емес қой. Қоямын десеңіз қоясыз. Мен, например, қоямын десем қоя салам. Даже алдындарды ойлағам, бүкіл глиномелдарды алып, осылай эфирді таратып жіберсем екен деп. Кейін ойлап қоймын, басқа мен уже мақұл енді жаңағы көп оқырмандар жинап алдым. Жиналып жатыр енді, Құдайға шүкір, Аллаға шүкір деймін ғой. Басқа қандай контентке ауыстыра мақұл енді. Әйтеуір бірдеңке түсіру керек қой, мені бірдеңке күтіп отырады деген сияқты. Мен көп көретін көрермендерім бар, өзімнің оқырмандарым бар, жақсы көріп мені сыйлайтын. Рахмет көп сіздерге, Алла разы болсын деймін. Бірақтан да менің жағдайым енді солай. Құдай қаласа келесі эфирде жолыққанша сау болыңыздар.